Алло, Саламатсызбы. сәлем, қалдарың қалай? Жақсы өзіңіз. Жақсы. Так. Аружан осы жақта ма? Келе жатыр ма? Аружан? Осында. Ұйықтаған бағалаған ғой, а? Жоқ, ағай, тұрдым ғой бағана. Сәлеметсіз, ағай. Бар екенсің ғой. Сәлеметсің ба, қал қалай? Жақсы, ағай, өзіңіз қалайсыз? Шүкір, сендердің әзиз жүздеріңді көріп жақсы болып қалдым. Так, енді емтиханға байланысты сендерде емтихан болады 8 қаңтар күні, 21 жыл, е? Сағат 9-дан бастап 12-ге дейін. Яғни 10, 11, 12, 3 сағат уақыт беріледі. Сол 3 сағаттың ішінде сіздер жаңағы өздерің берілген тапсырма бойынша сол емтиханды салып шығу керек екенсіздер. Оның кейін сіздер оны нәтижесін PDF форматта және мәтін жазатын болсаңдар Word форматта жазып жібересіңдер ғой. Жаңа СДУ модулы бойынша. Ол бойынша сендерге не өтіп жатыр ма? Жаңа кураторларыңыз айтып түсіндіріп айтқан шығар, е? Қалай өтеді, не істейсіңдер дегендей. Барлығы принципе шығармашылық пәндерге байланысты бәріне бірдей ғой негізі. Ау? Универ бойынша түсіндірілген алдында. Иә. Мен доступ аштым 28-нен бастап сіздерге бір аптаға алдын ала ашып қойыңыздар. Сол жерде кіріп, көріп, танысып аласыздар ғой. Тақырыптар бойынша, е? Принцип өткенде айтқан мен тағы да оны қайталап жатпай қойын. Сондықтан біз оны қайта-қайта бір нәрсені айта берген болмайтын шығар. Сондықтан бізде қазір неге дайындық жүріп жатыр. Жылдың аяғы есептік фильм қазір дайындап отырмыз да. Соған байланысты қазір мен көп уақыттарымды алмаймын қазір. Дарина, приветствую, как дела? Здравствуйте. Қалың жақсы ма? Ты знаешь, что у нас экзамен у тебя получается композиция 1, так, русская группа, так, 30 числа. Да. 30 декабря 2020 года с 9 часов до 12:00. Я к тебе доступ открою с 23-го, то есть с завтрашнего дня. Доступ открою, туда через СДО Moodle заходишь, полностью ознакомиться надо полностью по программе, как будут проводиться экзамены. Понятно, да? Тебе дается 3 часа, за 3 часа, в принципе, можно успеть. Поэтому я вам всем говорю, что надо сразу не потеряться, а просто надо скомпоноваться конкретно мыслями и начинать бумага, то, что вам касается, как сказать, бумага, карандаши, краски, кисти, вода, все то, что понадобится, вы заранее должны подготовить. Так? Потом, если с карандашом, то стирки тоже надо будут. Я хотел сказать, просто заранее надо подготовиться, чтобы потом не ходить туда-сюда. И надо стараться, когда во время экзамена вам понадобится не двигаться с одного места, да? То есть, раз вы начали, и каждый поэтапно надо зафиксировать этот, тот раз я вам предупредил, фотографировать надо каждый этап. Это вы просто не забудьте, пожалуйста. Понятно, да? Сегодня мы сейчас готовимся к отчетному фильму, поэтому сейчас я долго не буду. Коротко хотел, если у вас есть вопросы ко мне, я постараюсь вам ответить.
Договорились, да? Ағай, Аружан, түсінікті ма сендерге де? Я қандай емтиханға алдын ала дайындалыңыздар? Тыңдап ағай, тұрмын. бізде анау тапсырмалар, мысалы сіз доступ аштым дедіңіз ғой, сол жақта тапсырма тұра ма өзі? Біз салатын тапсырмалар? Иә, сендер салатын тақырып ол жерде тұр. Сендерге, я не буду скрывать, өзімсіңдер ғой. Қазақ дастархан деген композиция, казахский дастархан композиция. Но бірақ соны өздеріңіз әрқалай композицияны өздерің қоясыңдар. Может, на фоне какой-то, я не знаю, с орнаментом, текемета, я не знаю просто. Или просто чайники с орнаментом. Білмеймін мен, оны өздерің көресіңдер ғой. Қандай мүмкіншіліктерім бар, по мере возможности. Тыңдап тұрмын. Біз соны сол жерде отырып, камерамен саламыз ба, или бізде былтыр камера болмаған? Жоқ, камераға емес, сендер саласыңдар бір жерде отырып. Сонан кейін әр этабын суретке түсіресіңдер, фотоға түсіріп отырасыңдар. Вот бірінші эскиз салып біттіңдер, фотоға түсіресіңдер. Бояп бастадыңдар, фотоға түсіресіңдер. И жаңағы қандай материалдарын нетіп отырсыңдар, кисти, акварель, гуашь, оны міндетті түрде отдельно көрсетіп қойыңдар. Отдельно надо показать, с чем вы рисуете. Понятно, да? И в итоге последний, четвертый, я не знаю, как вам понадобится, самый последний, это уже готовую работу вы должны показать. Ең соңында біткен аяқталған жұмысты көрсету керексіздер. Соның барлығын сіздер JPEG форматтан PDF форматқа конвертация жасайсыздар. И соның кейін через SDO модуль арқылы жібересіздер. Соның кейін мына жақтан оны бағалайды. Ағай, сіз алдында сол жұмыстардың арасында өз жұмыстарын да кіргізіңдер дедіңіз ғой? Иә, ол қосымша анау для проверки, поэтому до этого, который вы нарисовали, эта работа тоже эскизы, ну, я вам говорю эскизы, это ваша работа получается. Вашу работу вы должны зафиксировать, то есть если есть возможность фотографировать, потом через JPEG на PDF, на конвертацию делать, и потом отправить через систему дистанционного обучения Moodle. Moodle қашықтан оқыту желісі дей ма? Сол арқылы сіздер жасаған жұмыстарыңызды және емтиханның процестерін жібересіздер. Сол бойынша бағаларыңызды қояды. Түсінікті ма? Сендер қазір екінші курсындар, өкінішке орай сендер ары қарай да карантин сіздерге созылады. Тек бірінші курстар ғана жаңа жылдан бастап, то есть келесі семестрден бастап бірінші курстар ғана офлайн режимге көшеді. Сендер әзірге онлайнда оқи беретін болдыңдар. Тағы қандай сұрақ бар? Қазір қандай сұрақтарыңыз бар? Мен сұрақ болса жауап берейін. Дарина, есть вопросы? Если нет, в принципе, на WhatsApp можно задавать вопрос, я постараюсь вам ответить. Хорошо. Все, жақсы онда. Сәттілік, дайындала беріңіздер. Пока вот она уже айтты, композиция «Казахский дастархан». Дарина, поэтому заранее подготовьте, чтобы и вам не сложно было, слишком сложно тоже не надо предметы, поэтому вы постарайтесь, чтобы вам удобно было. Когда потом, когда вот во время экзамена, чтобы рисовать и легко, и заодно она раскрыла тематику вашей композиции. То есть не так там, если есть где-то дома, например, посуда из дерева, да, вот, ожау, қымыз құятын ыдыстар болады ғой, сондай бір, я не знаю просто, как вам удобно будет. Если есть такие предметы, вообще классно было бы. Если вы не так, как Айша Галымбаева, по-моему, у нее есть композиция «Натюрморт». Вот, соны, в принципе, вот, ну, наподобие этого можно сделать. Вот, она, например, как сделала? Она вот на фоне аяққап, она называется, ну, с орнаментом, не, аяққап не деуші еді?
ыдыс аяқ салатын дорба ғой былайша айтқанда. Ну, современный пакет. Иә, Вот на фоне это, и потом вот передний план, там уже она ставила и фрукты, құрт, анау, мынау, короче, кисечки там, қасық, вилки, да. Ладно, жақсы. Жарайды, сәттілік. сау болыңыз. Сау болыңыздар. Егер мүмкіншілік болса, сендер маған эскизін даже примерно көрсетіп жіберсеңдер болады. Нарисуйте примерно заранее, потом я вам через WhatsApp отвечу. Если нормально, нормально. Если қиын болып жатса. Жақсы онда.